Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар, әріптестер, бүгінгі ата-аналар жиналысына байланысты кезекті сабағыма қош келдіңіздер. Мен ата-аналарымды әдеттегідей осындай шақыртулар жасау арқылы жиналысқа шақырамын. Шақыртуда нақты күні, уақыты, мерзімі, өтетін орны анық жазылады. Ата-аналар жиналысының көздеген басты мақсаты әр отбасының бала тәрбиесіне белсене қатысуының маңызын арттыру. Балаға жақсы әдеттерді бойына сіңіріп өсіру жолдарын ата-аналармен бірлесе қарастыру, сондай-ақ білім беру мазмұнын жаңарту бойынша жүргізіліп жатқан мемлекеттік саясатты талқылауға ата-аналар қауымын кірістіру. Күн тәртібі бойынша жиналысымызды көңілді амандасудан бастаймыз. Көңілді амандасу деп аталуының себебі түрлі смайликтердің көмегімен ата-аналар сізбен амандасатын болады. Ол қалай жүзеге асады? Суретте берілген 7 түрлі смайликті сынып бөлмесіне кіретін есіктің жанына, партаның үстіне қойып, партаның бір жағына өзіңіз тұрасыз, екінші жағына келген ата-ана сізбен түрлі смайликтерде көрсетілген қимылдарды көрсете отырып, кезек-кезекпен амандасып өтеді. Және де бұл жерде қосымша айтатын, сіз смайликтерді өзіңіздің қалауыңызбен өзгертсеңіз болады, немесе көңілді бір музыканы қосып қойсақ та болады. Амандасу аяқталғаннан кейін ата-аналарды шеңберге ортаға жинап алып, алақандары арқылы допты дөңгелете жүргіздіресіз. Ата-аналар допты бір-біріне бере отырып, құлатып алмай, бір-біріне осы сыныпта оқитын өздерінің балаларына арналған жақсы тілектерін айтып шығады. Тілектерін айтып болған ата-аналарды бірден үстелдің үстінде тұрған қорапқа шақырасыз. Ол қораптың ішінде сізде топ санына байланысты 3 түрлі немесе 4 түрлі тәтті, яғни конфет болады. Сол конфеттер арқылы топқа бөлесіз. Мен мысалға 3 топқа бөліп отырмын, 3 түрлі тәтті салатын боламын. Топқа бірігіп отырған ата-аналарға ыстық микрофон әдісі арқылы мынандай сауалдар қоясыз. Егер уақыт машинасы болса, қай жылға саяхаттап нені өзгертер едіңіз? Егер джин келіп, яғни ертегідегі кейіпкер 3 тілегіңізді орындаймын десе, қандай тілек айтар едіңіз? 3-ші сауал, қалаған 3 елге барып қыдырып келуге мүмкіндік болса, қай елдерге баратын едіңіз? 4-шісі, жиі қолданылатын немесе жақсы көретін афоризміңіз қандай? Міне сонымен бөлісіп кетсеңіз деп сауалдар қоясыз. Бұл сұрақтарға ата-аналар өз іштерінен жауап беретін болады, қалаулары бойынша. Сіздің қолыңызда ыстық микрофон, яғни микрофон болу керек, ата-анаға ұсынатындай. Немесе микрофон болмай жатса, микрофонның орнына қағаз немесе қалам ұстасаңыз да болады. Ата-аналармен ой бөлісіп болғаннан кейін топтық тапсырма жүзеге асырылады. Топтық тапсырманың тақырыбы біз біргеміз деп аталады. Бұл суретте сіздер жұмыртқаны жарып шыққан балапанды көріп отырсыздар. Яғни, ортасындағы балапан ол оқушының рөлін атқарады, мұғалім мен ата-ана сыртындағы жұмыртқаның қабығының рөлін атқарады. Бұл суретті сіз 3 бөлікке бөліп, әр топқа бересіз. Берілген бөліктерге ата-аналар қойылған сұрақтар бойынша жауап жазатын болады. Бірінші бөлігі оқушы үшін мұғалім кім деген сұрақ қойылады. Екінші бөлік, яғни балапан бөлігіне ата-ана мен ұстаз үшін, мұғалім үшін оқушы кім? Ең астыңғы бөлігіне баласы немесе оқушы үшін ата-ананың рөлі қандай, яғни кім болып табылады деген сұрақтар қойылады. Міне осы сұрақтарға ата-аналар біріге отырып жауап жазады, және де берілген суретті бояп та қоюға болады. Мысалы, ықтимал жауап мынандай болуы мүмкін. Мұғалім оқушы үшін білім беруші, ақылшы, үйретеді, тәрбиелейді, бағыттаушы, дамытады, қолдаушы. Оқушы ата-ана мен мұғалім үшін қабылдаушы, ақылды, бауыр еті ата-ананың, шығармашыл,
көмекші болуы мүмкін, дарынды оқушы болуы мүмкін, кейде тіпті қырсық оқушы болуы мүмкін, өмірінің жалғасы, немесе жалқау болуы мүмкін, үйренуші, өз ойы бар, бағыты бар, жеке тұлға деп те алуға болады. Ал ата-ана оқушы немесе бала үшін кім болып табылады? Асыраушы, қорғаушы, оқытады, білім береді, көмектеседі, тәрбиелейді деген сияқты ата-аналар өз ойларынан осылай толықтырып шығады. Бұл тек қана ықтимал жауап. Топтық тапсырма аяқталғаннан кейін сіз ата-аналарға үштік одақ, яғни ата-ана, бала, мұғалімнің құрылымы, құқықтары мен міндеттері туралы слайдпен таныстырып кетсеңіз болады. Ата-ана бұл баланы өмірге әкелуші және өсіріп тәрбиелеуге, оқытуға міндетті әрбір адам. Оның құқықтары мен міндеттері бала құқығы конвенциясында, Қазақстан Республикасының білім туралы заңында, Қазақстан Республикасының кешенді тәрбие бағдарламасында бағытталған және мемлекет тарапынан қорғалады, қадағаланады. Бала бұл кәмелеттік жасқа жетпеген әрбір адам. Оның құқықтары балалар құқығы конвенциясында, Қазақстан Республикасының білім туралы заңында белгіленген және мемлекет тарапынан қорғалады. Мұғалім Қазақстан Республикасының білім туралы заңымен, Қазақстан Республикасының кешенді тәрбие бағдарламасымен, жастар саясаты тұжырымдамасымен айқындалған мемлекеттік білім және тәрбие беру саясатын жүзеге асырушы тұлға деп таныстырып кетсеңіз болады. Өздеріңіз мына слайдта көріп отырғандай, бала ол кішкентай балапан тәріздес. Егер де бала, ата-ана, мұғалім бірігіп үштік одақта жақсы жұмыс атқаратын болса, балаға жақсы білім, жақсы тәрбие берілетін болса, ол кейін өскенде қанаты бекіп, білімді, тәрбиелі, жанашыр, отанын сүйетін патриот, еліне адал, шығармашыл, адами құндылыққа толы жеке тұлға болып қалыптасатыны сөзсіз деп жиналыстарыңызды қорытындыласаңыздар болады. Жиналыстың қорытындысы ретінде кері байланысты мен мынадай түрлі құстарды тарату арқылы аламын. Құстарды таратып бергеннен кейін ата-аналар өздерінің ойын, тілегін, жәнегі ұсынысын осы құстарға жазып, тақтада тұрған жіпке апарып ілетін болады. Және де сонымен қатар осы жиналысымыз аяқталғаннан және де жиналысты ары қарай әртүрлі мәселелермен жалғастырып кетуге болады. Яғни 90 соңындағы сынып оқушыларының білімі, тәртібі, қысқы демалыс кезіндегі қауіпсіздік, қысқы демалыстың уақыты, мерзімі, өткізілген іс-шараларға шолу жасау, сыныпқа қатысты әртүрлі мәселелер. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет, каналға жазыла отырыңыздар.